Қарым-қатынасты доғару не жалғастыру ең ауыр әрі маңызды шешімдердің бірі. Күн сайын күнделікті тіршілігімен айналысып жатқан миллиондаған адамдарды осы жайт толғандырады. Ал жолдастары мұны тіпті байқамауы мүмкін. Бұл сұрақ соңғы кездері көбірек қойылатын болды. Біз махаббат шексіз бақыт сыйлайды деп ойлаймыз. Сондықтан бос уақытымыздың көбін біздің қарым-қатынастарымыз сау ма, әлде сәтсіздіктерге әкелетін патологиялық тенденцияларға толы ма деген ойлармен бас қатырамыз. Көрген фильмдеріміз бен оқыған кітаптарымыз айналамыздағы достарымыздың отбасылық жағдайлары, таныстық бағдарламалары мен ұйқымыз, осының барлығы біздің шешімімізге айтарлықтай әсерін тигізуі мүмкін. Біздің шешіміміз ешкімді қызықтырмайды деп ойлап жатамыз. Бұл оған экзистенциалдық жалғыздықтың реңкін береді. Тарихи тұстан біздің шешім қабылдауымыз жеңіл көрінеді. Себебі оған әсер ететін бірнеше факторлар болды. Дінде Құдай некеге батасын береді, және ол бұзылған жағдайда қатты ашуға мінеді делінген. Қоғамда ажырасуларды құптамаған, бұрынғы жұптарға теріс көзбен қараған. Ал психологтар ата-ананың қатынасының үзілуі балаларға үлкен соққы болады деген. Алайда бірінен соң бірі осы тосқауылдар жойылды. Дін енді ешкімді қорқытпайды, қоғамға бәрібір. Психологтар бақытсыз ата-анадан гөрі ажырасқан ата-ананы дұрысырақ көреді. Сондықтан бұл міндет тек біздің мойнымызда. Ендігі біздің шешіміміз тек өзіміздің сенімімізге байланысты. Ал бұл сезімді түсіну қиын болып жатады. Өйткені олар өзгеріп отырады және еш қисынға келмейді. Бұндай жағдайда өзімізге бірнеше сұрақ қоюымыз қажет. Бұл таңертең бос бөлмеде өзіңмен өзің қалғанда жасалатын сұхбат секілді. Бақытсыздығымыздың қандай бөлігі осы жолдасымызбен байланысты? Ал қандай бөлігі біздің болашақтағы басқа адаммен қарым-қатынас құру жолындағы сәтсіздіктерімізбен байланысты? Біз барлық жайттар үшін жолдасымызды кінәлап үйреніп қалдық. Бірақ бір сәтке қалайша біз араздасуға себеп тудыра аламыз деген сұрақ төңірегінде ойланып көруіміз керек. Егер қазіргі жолдасымызда бұрынғысында бізді мазалайтын қасиеттер болмаса, не жасауымыз қажет? Ашығыңызды жақынырақ білу үшін өзіңіздің және сезімдеріңізді зерттеңіз. Күн сайын сізге қанша ақылды әрі бос адамдар кездесетіндігіне назар аударыңыз. Жолдасыңызбен оны кінәлаусыз, ақырын сабырмен сөйлесіп, өзіңіздің сезімдеріңізбен бөлісіңіз. Өзіңізге ұнамайтын нәрселерді айтыңыз. Өзіңізді екі кішкентай жатын бөлмеде, екі өгей әке-шешемен және бірнеше бауырларыңызбен елестетіп көріңіз. Осыны қазіргі жағдайыңызбен салыстырыңыз. Қанша жұптың қолынан қарым-қатынастарын сақтап қалу келетіндігі жайлы ойланыңыз. Өзіңізге белгілі бақытсыздығыңызды жаңа әрі күрделісіне ауыстыруға дайынсыз ба? Сіз шынымен де үмітті тәжірибеге айырбастағыңыз келе ме? Егер кетемін деген ой қалып, өкініштің ықтималдығы төмендесе, кетіңіз. Ауыр сезіммен кетіңіз.